Сәлем достар! Сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі каналы. Бүгін сіздерге асқабақ қосылған сап-сары болып үлбіреп пісетін нанның қыр-сырымен бөлісетін боламын. Барлық ингредиент төменде көрсетілген. Ендеше бастайық. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше апарамыз дайындайық. Ол үшін бізге су, дрожж және шекер қажет. Жақсылап араластырып 5-10 минутқа тыныштыққа қойсаңыз, шапка пайда болады. Асқабағымызды дайындау үшін 15-20 минут отқа қойып, суға қайнатып алсаңыз, асқабақ жұмсарып, қамырға қосуға дайын болады. Ендеше таза табамызға құйып бастайық және қаймағымызды қосамыз. Содан соң 5 ас қасық сұйық майымызды, жылы сүтімізді және дайын болған апарамызды құятын боламыз. Достар, татымына қарай тұз салуды ұмытпаңыз. Осы қоспамызды жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымызды біртіндеп салып бастаймыз. Алғашында қасықпен, содан соң қол күшімен араластырып, жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Мінекей өте жұмсақ болып шықты, қақпағын жауып 1 сағат тыныштыққа қоямыз. Қараңыздаршы, өте жұмсақ болып, бүп-биік болып нанымыз көтерілді. Ендеше осы қамырымызды 4 бөлікке бөлетін боламыз. Әрбір бөлігімізді осылайша қолмен жайып, форма беретін боламыз. Содан соң пергамент қағазына салып, осылайша шаншқымен түйреп шықсаңыз, біркелкі көтерілетін болады пеште. Піскен сәтте әдемі болу үшін беткі жағын пышақпен кесіп шықтым. 10 минут тыныштыққа қоямыз, сол кезде осылай көтеріледі. Ендігі кезекте беті қызарып пісу үшін тек қана сүтпен сылап шықтым. Әдемілігі үшін қара күнжіт сеуіп шықсаңыз болады. Ендеше осы әсемделген нанымызды 180 градуста қызып тұрған пешке бар жоғы 20-25 минутқа салып алсаңыз болады. Көтеріліп, қып-қызыл болып пісетініне кепілдік беремін. Шіркін, хош иісін сізге жеткізе алсам ғой, сіз де жасап көріңіз.